Сәлем қымбатты саршаяндар, бұл 2025 жылдың қазан айына арналған толық жылды жорамал. Қазан айы саршаяндар үшін шешуші және тағдырлы кезеңдердің бірі. Бұл айда бәрін өзіңіз анықтайтын боласыз. Болашағыңыздың бағытын, қарым-қатынастың тағдырын, қаржылық жағдайды және рухани дамудың деңгейін. Күн сіздің яғни күн планетасы сіздің ішкі әлеміңізді жарықтандырып, сізге өзгелерден гөрі терең сезім мен батылдық сыйлайтын болады. Ал бұл айдың ұраны қарапайым, бірақ өте күшті, барлығын шешетін менмін деуші. Ендеше күн сайынғы жұлдыздық бағыттарды бірге қарап шығайық. 1 қазан. Жаңа айдың демі. Айдың басы энергия толқынына келеді. Көптен бері ойыңызға жүрген шешімді қабылдап, ішкі түйсік күшейетін болады. Біреуге сенуге бола ма, жоқ па, оның бәрін сезіп тұрасыз. Бұл күні әрекет етуден қорықпаңыз. Мысалы, сіз ұзақ уақыттан бері жұмыс орнын ауыстыру туралы ойланып жүрсеңіз, бүгін алғашқы нақты қадам жасауға болады. 2 қазан күні тыныш дайындық. Күннің 2 күні тыныштық пен ішкі жоспарлайтын уақыт. Яғни іштей өзіңізбен өзіңіз ешкіммен бөліспей, жоспар жазуға жақсы кезең, міндеттер тізімін жасау, болашағыңыздың бағыттарын ойлану. Саршаян үшін бұл түсінік күні, бәрін ойша реттеуге жақсы кезең. 3 қазанда өткенмен кездесетін уақыт. Венера мен оңтүстік ай түйіні бұл уақытта қосылады. Сіз үшін бұл өткен өміріңізбен байланысты эмоцияларды қайтара алады. Бұрынғы сүйікті адамнан хабар келуі мүмкін, немесе ескі дос қайта оралады. Кейде өткендегі шешілмеген мәселе алдыңызға қайта шығуы мүмкін. Бұның бәрі бірақ сіз үшін сынақ емес. Бұл сіздің ішкі өсуіңізге мүмкіндік әкелетін кездесулер немесе араласу біреумен. 4 қазанда күтпеген жаңалық болуы мүмкін. Бұл күні өмір сізге тосын сый әзірлейді. Күтпеген ақпарат, маңызды адаммен кездесу, немесе қызықты мүмкіндік. Интуицияңызға сеніңіз, ол сізді дұрыс бағытқа жетелейтін болады. 5 қазанда қаржылық ойлар. Бұл күні ақша, мүлік және жеке ресурстар тақырыбы өзекті болады. Бюджетті қайта қарастыру, қарыздарды жабу жоспарын жасаңыз. Саршаян үшін бұл материалдық тұрақтылыққа алғашқы нақты қадам. 6 қазанда Меркурийдің саршаянға кіруі басталады. Бұл сіздің уақытыңыздың басталуы, яғни саршаяндардың уақыты. Бұл сіз үшін ақылыңызды айқындай түседі. Түйсігіңіз одан да өткір болады, интуиция. Сөздеріңіз әсерлі болады. Яғни сөзбен оңай жеткізе алатын боласыз басқа адамдар үшін өзіңіздің ойыңызды немесе ниетіңізді. Бұл күні жаңа келісімге қол қою, сұхбат беру, іскерлік шешім қабылдау өте сәтті өтеді. 7 қазанда аспанда толған ай болады, яғни ай толады. Ай тоқты белгісінде толады, ал саршаяндар үшін бұл сіздің жұмысыңыз бен денсаулығыңыздың секторында болады. Бұл кезде бұрыннан келе жатқан міндеттер аяқталады, жұмыста бір жобаның нәтижесін көресіз, және денсаулық бойынша нақты қандай да бір қорытындылар шығады, егер де сіз үшін бұл сұрақ өзекті болса. Мысалы, емделіп жүрген болсаңыз, дәл осы күні дәрігер сізге қуанышты жаңалық айтуы мүмкін. 8 қазанда рухани тыныштықтың кезеңі. Бұл күні көпшіліктен алыстап, жалғыз қалғыңыз келуі мүмкін. Медитация жасауға жақсы кезең, табиғатта серуендеу, кітап оқу пайдалы бұл кезеңде. Өмірдің шуы басылып, ішкі даусыңызды естисіз. 9 қазанда байланыс күшейеді. Бұл күні сіздің сөзіңіз өтімді, әсеріңіз зор болады. Әңгіме арқылы біреудің өмірін өзгертуіңіз мүмкін. Сіздің кеңесіңіз басқа адамдармен қатты және жоғары бағаланатын болады бұл кезеңде. Сондықтан ашық сөйлесуден қорықпаңыз. 10 қазанда сезім күшейе түседі. Бұл күні сіздің эмоционалды табиғатыңыз шыңдалады, біреу сізге ұнай бастайды,
немесе бұрынғы сезімдер болса, солар қазір қайта оянады. Бірақ асығыстық жасамаңыз. Себебі бұл кезеңде Нептун планетасы әсері әлі де болады, ал Нептун планетасы кейде бізге иллюзиялар тудыруы мүмкін. 11 қазанда Венера мен Сатурнның жақсы аспектісі болады. Бұл күні сабыр және жауапкершілік келетін күн. Отбасылық міндеттер күшейе түседі, қарым-қатынаста салмақты әңгімелер болады. Бірақ бұл кезең қарым-қатынасты тереңдетуге көмектеседі. Ашық сөйлесіп, бір-бірін жақсы түсініп, яғни біреулермен, әсіресе үй іші адамдармен қарым-қатынасыңыз одан да жақсара түсінеді, одан да тереңірек болады. 12 қазанда қиял мен романтиканың уақыты. 12 қазан күні Венера мен Нептун планеталарының әсері бұл күнді жұмсақ, сезімге толы қылады. Романтикалық кездесулер, әдемі хат жазу немесе хат алу және шығармашылық шабыт көп болады. 13 қазанда Венера планетасы Саршаянға кіреді. Бұл кезде нағыз сиқыр басталады деп айтуға болады. Сізге адамдар тартыла бастайды, тартымдылығыңыз арта түседі, сүйіспеншілік өміріңізге жаңа реңк қосады. Бұл кезең қарашаның басына дейін жалғасатын болады. 14 қазанда жаңа серіктестіктің уақыты. Бұл күні жаңа адамдар өміріңізге кіруі мүмкін. Іскерлік серіктестер болсын, немесе жаңа танысқан достар болсын, немесе тіпті жаңа махаббат та болуы мүмкін. Бұл кездесу болашағы бар байланыс болуы ықтимал. 15 қазанда ішкі күштің оянатын уақыты. Бұл кезеңде Марс планетасы сізге саршаяндарға ерекше қуат береді, энергия береді. Белсенді әрекетке кіріскен дұрыс, осы энергияны пайдаланып. Егерде қандай да бір жерге мысалы курсқа жазылғыңыз келіп жүрген болса, немесе қандай да бір спортқа қатысқыңыз келіп жүрген болса, қандай да бір планыңыз болған болса, энергияны қажет ететін осы 15 қазанның маңайына сол кезде бастағаныңыз дұрыс. Себебі барлығы оң жағынан белсенді және сіз үшін оңай бастап кетесіз. Бір істі және соңына дейін жеткізуге өзіңізге уәде берген дұрыс. 16 қазан күні кармалық таңдаудың күні. Бұл күні Марс планетасы солтүстік ай түйінімен үйлеседі. Тағдырлы шешім қабылдауға, өмір бағытын өзгертуге мүмкіндіктер болады бұл күні. Жаңа жұмыс, немесе тіпті жаңа қалаға көшу, мекен-жайды ауыстыру, жаңа мақсаттар қоюыңызға болады. 17 қазанда материалдық жетістіктердің күні. Бұл күні сіздің еңбегіңіз бағаланады, ақша түседі, немесе премия, бонус түрінде болсын, марапат алуыңыз мүмкін ақшадан басқа, мысалы, күтпеген жерден табыстар келуі мүмкін. 18 қазанда байланыстарды түзететін уақыт. Бұл күні бұзылған қарым-қатынас болса біреулермен, қазір оларды қайта қалыптастыруға мүмкіндік беріледі. Біреу сізден кешірім сұрауы мүмкін, немесе сіз үшін біреудің алдында кешірім сұрауға жақсы уақыт, немесе сіз өзіңіз біреуге хат жазасыз. 19 қазанда сабыр мен тыныштықтың уақыты. Бұл күні эмоциялар артып, бір сәтке тоқтаған дұрыс. Үлкен шешімдерді ертеңге қалдырыңыз. 20 қазанда қиын кезеңнің басталуы. 20 мен 27 қазан аралығы негізі қаржылық және эмоционалды сынақтың кезеңі. Бұл кезеңде қате ақпарат болып қалуы мүмкін, аяқ астынан артық шығындар және кейде қате шешім жасаудың қаупі бар. Сондықтан сабыр сақтап, бәрін бақылауда ұстаған дұрыс. 21 қазанда аспанда жаңа ай туады. Жаңа ай ол әрдайым жаңа өмірдің басталуы. Әсіресе саршаяндар үшін, себебі оның ар жағында 23 қазанда саршаяндарға күн планетасы өтеді, яғни олардың туған күндері басталады. Сондықтан жаңа айдан бастап сана беруге болады сізге, өзіңіздің жаңағы жылдық жаңа цикл басталады деп өзіңізге мақсаттарды міндетті түрде қойған дұрыс. Әсіресе қағазға түсіріп, тек қана ойлап қана оны қоймай, барлығын ойларыңызды жинақтап,
Өткеннің бәрін артта қалдырып, болашаққа батыл қадам жасаңыз. 22 қазанда интуиция арта түседі. Бұл күні ішкі даусыңызды тыңдаңыз. Ол сізге дұрыс бағыт көрсетеді. Ал 23 қазанда айтқанымдай күн планетасы сіздің, яғни саршаяндарға өтеді. Бұл күннен бастап құттықтай беруге болады сізді. Әрине, қараша айында сізге құттықтауды айтып, оған да толық прогноз болады. Бірақ дегенмен 23 қазаннан бастап саршаяндардың жаңа циклы басталады, жылдық цикл. Яғни сіздің уақытыңыз, энергияңыз арта түседі, шабыт күшейеді, жеке және кәсіби жетістіктердің басталатын уақыты. 24 қазан күні Плутон планетасының әсері болады. Бұл күні өзгеріс энергиясы сезіледі. Ішкі қорқынышпен күресетін боласыз. Бір нәрсені түбегейлі өзгерткіңіз келіп тұрады. 25 қазанда жұмыс пен жетістіктің күні. Бұл күні жобалар болса, солардың бәрін аяқтап, солардың нәтижесін көресіз. 26 қазан күні қауіпсіздік күні деп айтуға болады. Бұл кезеңде Марс, Меркурий және Лилит планеталары әсері әлі белсенді болады. Ақша мен келісімдерде абай болу керек және сенімсіз адамдармен байланыспаған дұрыс. 27 қазанда иллюзиялардың күні. Әдемі, бірақ нақты емес уәделер көп болады. Ешқандай шешім қабылдамаған жөн бұл күні, және біреудің айтқан әдемі сөздеріне сенбеңіз. 28 қазанда аспанда үлкен бір гармониялық үйлесімді өте планеталардың қосылысы болады. Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн және Нептунның үйлесімді байланысқа түсуі болады. Бұл кезеңде армандардың орындалатын кезеңі. Қиын жағдайлар оң жағынан шешіледі, немесе қаржы және беделіңіз көтеріледі. Яғни айдың соңы жалпы айтқанда жақсы бітеді. 29 қазанда табыс пен қуаныштың кезеңі. Бұл күні өмір сізге күлімдеп қарағандай, мансапта өсу, әсіресе карьера, мақтау қағазын алу, немесе біреудің айналасында сізді мақтау ортаға қойып деп, немесе сізді сахнаға қойып деп айтуға болады. Сыйақы немесе күтпеген жерден табыс болады. 30 қазанда ішкі үйлесімділіктің уақыты. Өткеннің ауырлығынан арылып, тыныштық табасыз. 31 қазан күні бұл айдың финалы деп айтуға болады. Саршаян белгісі айды ең жоғары нүктеде аяқтайды. Өміріңіздің бағыты айқын, болашаққа сенімділік болады. Қараша айына жаңа жоспарлармен кірісетін боласыз. Қымбатты саршаяндар, 2025 жылдың қазан айы өз тағдырыңызды өз қолыңызбен жазатын немесе соны жазып бастайтын ай. Бастапқы күндері өткеннің көлеңкелері көрінуі мүмкін, бірақ айдың соңында сіз жаңа деңгейге көтерілесіз. Сіздің күшіңіз табандылықта, ал жұлдыздар сіздің жағыңызда. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Тағы да кездескенше.